Жер бетінде біз білмейтін және естімеген мыңнан астам тіл бар. Біреулері дамып өзгеріп жатса, біреулері мүлдем жоғалып кетіп жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша 2 апта сайын әлемде бір тіл жоғалып кетіп жатыр. Біз бүгін өте сирек кездесетін және ертең жоғалып кетуі мүмкін әлемдегі 7 тілмен таныстырамыз. Бұл тілде сөйлейтін бар жоғы 8 адам бар. Олар Перудағы Уаляга өзенінің жағасындағы Чамикура тайпасының адамдары. Сирек кездесетін тілде тек тайпаның егде жастағылары меңгерген. Ал жастары болса, испан тілінде сөйлейді. Чамикураны сақтап қалу үшін жергілікті терминдер сөздігін жасап шығарған. Думи Непалдың шығыс бөлігінде таралған. Жергілікті тайпада 12 мыңға жуық адам бар. Бірақ бұл сирек кездесетін тілдің сөздігі, грамматика және синтаксис туралы кітаптары болғанымен, тек 7 адам ғана біледі. Ангота оңтүстік батыс Эфиопия тілі болып саналады. Оны тек 6 адам біледі. Бірақ олардың барлығы егде жастағы адамдар. Қазіргі таңда Аддис Абеба университеті бұл тілдің грамматикасын зерттеумен айналысады. Сондықтан бұл тілді сақтап қаламыз деген үміттері бар. Лики аралдар тілі болып саналады. Бір уақыттары бұл тілде Индонезия, Жаңа Гвинея және Полинезия аралдарының тұрғындары сөйлеген. Көбінесе бұл тілді шіркеу қызметкерлері меңгерген. 2007 жылы бұл тілді сөйлейтін тек 5 адам қалған. Бірақ содан бері зерттеулер жүргізілмеген. Нереп Камерунда және Нигерияда таралған. Бірақ уақыт өте келе басқа диалекттермен ауыстырылған. 2000 жылы бұл тілді 6 адам білген, ал 2007 жылы 4 адам. Сол кездің өзінде олар егде жастағы қарттар еді. Лемерик Тынық мұхиттағы Вануату аралдарының тілі. Әлемдегі сирек тілдердің бірінде 2010 жылы тек 2 адам сөйлей білген. Бір уақыттары бұл тілдің 4 диалектісі болған. Бір уақыттары бұл тілде Бразилиядағы Жапура өзенінің жағалауындағы ауылдарда сөйлескен. Кейін бұл жерлерге португалиялықтар келіп, жергілікті тіл ұмытыла бастады. Қазіргі таңда бұл тілді егде жастағы Раймунда Авелина ғана сөйлейді. Иә достар, тілсіз ұлт жоқ. Тіл ұлттың тірегі. Өз ұлтының ана тілін білмей, сол ұлттың өкілімін деу күлкілі емес пе? Тілін жоғалтқан адам ұлттық қадір қасиетінде бірге жоғалтады. Ананың ақ сүтімен дарыған ана тілімізді қастерлейік. Тек сондай адам ғана өз ұлтының шын мәніндегі патриоты бола алады.